Мәжілісте анаңызды құттықтаған екенсіз. Сіз рұқсат алдыңыз ба? Мәжіліске регламентіне сай ма? Жалпы анаға байланысты ананың алдында ешқандай регламент сұралмайды деп ойлаймын. Әркімнің анасы бар, бәрін анамыз жақсы көреміз. Бүгін анашым туған күні 70 жасқа келіп отыр, сондықтан мәжілістің төрінен Астанадағы баласы құттықтағанды жөн көрдім. Егер де бүгін менің жұмысым болмағанда, мен анашымның қасында болатын едім. Сөйтіп, бірақ анашыма сондай бір ерекше қуаныш сыйлағым келді. Мәжіліс төрінен құттықтадым. Оны Ерлан Жақанұлы өзі құттықтап, ол кісі де жаңағы анашыма құттықтау тілегін айтты. Сондықтан бұл жерде ешқандай регламент, әбес жоқ деп ойлаймын. Керісінше депутаттардың барлығы қолын соғып, ерекше құттықтап жатыр. Ал қаншама депутат өз анасын сол жерден құттықтап тұрса, бұл басқа да мәселелер көтеретін жерде уақыт алып қоймай ма мысалы? Жалпы қараңыз, бірінші министрлер келіп, біз мемлекеттік жағдай талқыладық. Сол кезде бұл мәмілені біз қозғамадық. Кейін біздің депутат сауалдарымыз болған кезде, ол біздің жеке депутаттар өзіміз қалдық. Сол кезде бұл тұрған ешқандай әбестік жоқ деп ойлаймын. Сондықтан өмір анамен көгереді ғой. Ана деген өмірдің бақыты ғой. Сондықтан аналар аман болсын. Тағы да құттықтаймын анашымды. Рахмет сіздерге.